Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Бағымжан. Бүгін бір жасағаннан өте керемет болып шығатын, дәмі тіл үйірер, ауыздарыңызда еритін, дәмі балмұздаққа ұқсас өте керемет пирог, орео қосылған сметаник пирогын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Жалпы сметаник пирогы ең керемет пирогтардың бірі болып табылады, себебі сіздер бір тестамен неше түрлі сметаник пирогын жасай аласыздар. Оның ішінде ірімшік, орео және де тары қосып жасай аласыздар. Сонымен қатар вареная сгущенка қосып карамельный сметаник жасай аласыздар, және де қарапайым сметаник пирогының рецептісі бар. Неше түрлі сметаник пирогтарын жасай аласыздар. Өзіме осы сметаник пирогы ең қатты ұнайды. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырын дайындау үшін бір жұмыртқа, оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араласқан соң үстіне бөлме температурасында еріп тұрған майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сіздер майды сұйықтау етіп, сұйылтып алсаңыздар да болады, бірақ қатты сұйық етпеңіздер. Ары қарай үстіне ұнымызды қосамыз, какао қосамыз және де қопсытқыш қосамыз. Және де жақсылап араластырып аламыз. Ең алдымен осындай қасықтың көмегімен ары қарай қолымызбен жұмсақ қамыр илеп шығатын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осылай өте жұмсақ керемет қамыры дайын болады. Енді мұны бір пакетке салып, кішкене уақытқа қоятын боламыз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз салмасына салатын орео печеньемізді алып, турап алатын боламыз. Яғни қатты майда етпей, бір печеньені төртке бөліп шығатын боламыз. Печеньеден қатты көп етіп қосудың қажеті жоқ. Осылай мен сияқты онталын немесе мұны да азайтып қоссаңыздар болады. Келесі кезекте салмасын дайындап шығамыз. Ең алдымен ыдысымызға қаймағымызды құйып алатын боламыз. Менде қаймақ 700 грамм. Мен үнемі осы қаймақты қолданамын. Ары қарай үстіне 2 жұмыртқамызды, қантымызды қосамыз. Сонымен қатар бір ас қасық крахмал қосамыз. 1-2 ас қасық қоссаңыздар болады. Және де осыны жақсылап араластыратын боламыз. Миксердің көмегімен араластырмаңыздар. Осылай қасықпен араластырғандарыңыздың өзінде осылай сұйық етіп салмасы дайын болады. Ары қарай үстіне орео печеньемізді саламыз, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қамырымызды аламыз, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігі үлкендеу, екінші бөлігі кішілеу. Яғни кішілеу бөлігі бізге бортиктерін жасауға қажет болады. Ал енді осыны қолымызбен жайып шығатын боламыз. Енді бортиктерін осылай қолымызбен ұзынша етіп алатын боламыз. Ұзынша етіп шетіне бортиктерін жасап шығамыз. Қараңыздар, жақсылап орналастырып шықтық. Енді шанышқының көмегімен кішкене бір басып шығатын боламыз және шеттерін дұрыстап шығамыз. Қараңыздар, қамырын осылай орналастырып шықтық. Түрі өте керемет болып тұр. Әлі пісіп дайын болған жоқ, соның өзінде түрі өте керемет. Ары қарай салмасын құйып шығамыз. Және де орео печеньесінен әсемдігі үшін бетіне қойып шықсаңыздар болады, ол міндетті емес. Алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып қоятын боламыз. Қызып тұрған пешімізге саламыз. Міндетті түрде пештеріңіз қызып тұруы қажет. 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Орео қосылған сметаник пирогымыз пісіп шыққан соң кем дегенде 2 сағаттай суытып алуларыңыз қажет. Ыстық кезінде формасынан шешпегендеріңіз дұрыс болады. Менде 2 сағат уақыт өтті. Ары қарай ұзақ қойсам да болатын еді, бірақ 2 сағаттан кейін мен кесіп көрдім. Қараңыздар, өте керемет болып шығады. Сметаник пирогы өте оңай, тез жасалатын пирогтардың бірі болып табылады. Жасалу жолы да өте оңай, қосатын заттары қол жетімді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менде 2 сағат өткеннен кейінгі пирогтың түрі, ал сіздер тоңазытқышта ұзақ ұстаған сайын өте мұздай салқын, дәмі балмұздаққа ұқсас керемет сметаник пирог шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте сметаник пирогымыздың дәмін көрейік. Дәмі өте керемет, салмасы ғана емес, тестасының өзі жұмсақ үлпілдек. Түрінен ақ көрініп тұрған шығар дәмінің қалай шыққаны. Өте керемет, тәбеттеріңізді ашатын пирогтардың бірі болып табылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, мені белгілеуді ұмытпаңыздар.